Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ, оңай жасалынатын шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантты қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық құямыз. Сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізе отырып, ұнымызды қосамыз. Оның үстіне какао мен қамыр қопсытқышты қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай қоймалжың сұйық болады. Оны формаға құйып 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Келесі кезекте глазурымызды дайындаймыз. 2 ас қасық какаоға қантымызды салып, оның үстіне қаймақ саламыз. Және де сары май салып, отқа қоятын боламыз. Жақсылап араластырып ертеміз. Дайын болған пирогымызды зубочистканың көмегімен тексеріп, суыған глазурымызды үстіне құямыз. Және қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады.